Саламатсыз ба, аса құрметті Анатолий Захарович? Қуаныштан алып ұшқан көңілім әлі басылмай, қолыма қалам алдым. 2 жыл бойы ішкен асымыз тамағымыздан өтпей, қайғылы күй кешкен біздің жанұяға қуаныш пен бақыт сыйлаған сіздей мейірбан адамды сірә өмір бойы ұмытармыз ба? Ізгі ниетпен хат жолдаушы Нелляның мамасы. Осы оқиға мұның да есінде. Ішкі істер саласында қаншама жыл қызмет істесе де, ондай жағдай бұрын кездеспеген. Хатты оқып шығып, өткенді көз алдына келіп отыр. Сол бір бүлдіршінді сағынып қалғанды сияқты. Бала жоғалды. 1985 жылдың 27 тамыз күні осы бір суыт хабар Алматы бір вокзалындағы милицияның жол бөлімшесі қызметкерлерін аяғынан тік тұрғызды. Вокзал басы асыққан жолаушыларға толы, ары-бері сапырылысқан қара құрым халық. Жол жүруге шыққан Любовь Петровна 5 жасар қызы Майя мен 2,5 жасар қызы Нелля екеуін перронда қалдырып, өзі жүк сақтайтын орыннан заттарын алуға кетеді. Қайтып перронға келе жатқанда алдынан абыржыған Майя шығып: «Мама, жаңа ғана Нелля менің қолымнан тістеп алды да қашып кетті. Қайда кеткенін білмеймін» дегенде байқұс ананың есі ауып қала жаздады. Ары-бері іздеп көрді, жоқ. Дереу милицияға хабарлады. Вокзалдың маңайы мен қалтарысының бәрі тексерілді. Алайда Нелля табылмады. Енді не істеу керек? Осы мезетте Новосибирск-Ташкент пойызы өткені, оның бір вагонында толығымен цыгандар отырғаны белгілі болды. Ал пойыздың кетіп қалғанына да біраз уақыт болған. Баланы цыгандардың алып кеткені жөнінде нақты дерек болмаса да, Шу станциясындағы транспорт милициясының жол бөлімшесіне хабар берілді. Милиционерлер вагондардың бәрін сүзіп шықты. Алайда Нелля табылмады. Бірақ ол сол күні осы пойызда кетіп бара жатқан еді. Тексеру кезінде үлкендердің артында қалқаланып отырған оны ешкім байқамады. Бұл істің ақ-қарасын анықтап, соңғы нәтижесін шығару алғашында оқиға Алматы 1 вокзалында болғандықтан шығыстағы транспорт милициясы басқармасының өндірісіне беріліп, жол бөлімшесіне тапсырылған еді. Күндер зулап өтіп жатты. Өкінішке орай Нелляның тағдырынан еш хабар болған жоқ. Жүргізілген тексеру мен іздестірудің барлығы қылаудай нәтиже бермеді. Ақырында бұл іс сағыздай созыла келе 1986 жылдың желтоқсанында Алматы қалалық қылмысты іздестіру басқармасына тағы бір жүк болып қосылды. Анатолий Захарович, мына істің түйінін шешуді мен сізге тапсырамын деді іс-түссіз жоғалғандарды іздестіру бөлімінің бастығы милиция майоры Балывердин. Оңай шаруа емес, түсінемін. Және де оқиғаның ізі де суып кетті. Алайда бала өлі ме, тірі ме, оны анықтау біздің міндетіміз екенін сізге түсіндіріп жатырудың қажеті жоқ екенін білесіз. Бұл жауапты іс Анатолий Захарович Гринченконы тұйыққа тірегендей болды. Онсыз да қарауына бекітіліп берілген бір басына артылатын жұмыстар және бар. Тым болмаса Нелляның суреті де жоқ. Шешесінің айтуынша ернінің үстінде мені, оң аяғында күйген белгі бар. Үлкен қызы Майяға өте ұқсайды. Бар болған негізгі белгілері осы ғана. Және де арада 1 жыл 4 айдай уақыт өтіп кетті. Тек бір ғана үміт. Нелля тірі болса, оны цыгандардың алып кетуі мүмкін деген ой. Милиция қызметіндегі 18 жылдық тәжірибесі Анатолий Захаровичті алдамапты. Бір күні ойламаған жерден цыган әйелімен жолығудың реті келді. Оны нақтылы әңгімеге тартудың өзі оңайға түспеді. Ол әйелдің аталмыш оқиғадан шынымен де аздаған хабары бар екен. Мен естігенімді жасырмай айтайын деді цыган әйелі шарт қойып. Алайда сізден бір өтінерім. Бұл маған керек. Әйтпесе мені менттермен байланысың бар. Сол ақпараттың
менің аузымнан шыққанын ешкім білмеуі керек. Олардың тыншысын деп өлтіреді. Келістік пе? Келістік, деді Анатолий Захарович, үміт сәулесі жарқ ете түскеніне қуанып. Мен сөзімде тұратын адаммын. Дүние дөңгелек, өмір деген алма кезек емес пе? Сондықтан да бір күні менің де саған пайдам тиіп қалар. Милиция майорының салмақты отырысы және тұжырымды жауабы цыган әйелінің көңіліне сенім ұялатты. Содан кейін Неля есімді қызын цыгандар тобырымен Харьков қаласында екенін айтты. Бар мәлімет осы ғана, ал нақтылы мекен жайын білмейді екен. Ақыры шешінген судан тайынбас деген тәуекел етіп жолға шықты. Алып ұшып Харьков әуежайына қонысымен дереу іске кірісті. Ішкі істер қызметкерлерімен әңгімелесті. Цыгандардың көп тұратын, көп жүретін жерлерін аралады. Ешкім жарытып ештеңе айтпады. Жұмыс барысы нәтижесіз болайын деп тұр. Бір жағынан Алматыда кездескен цыган әйелі алдады ма деп те ойлады. Сөйтіп, көшеде көңілсіз келе жатып, алданан ұшырасқан цыган кемпіріне барлық мән-жайды айтып сұрастырғанда, ол Милан есімді цыган жігіті әйелі екеуі Алматы вокзалынан кездескен бір орыс қызын асырап алғаны, қазіргі уақытта Днепропетровск қаласына кетіп қалғаны жөнінде айтты. Міне қызық, үміт оты жылтырайды. Дереу көп ойланбастан Днепропетровскіге ұшты. Өкінішке орай, қалалық ішкі істер басқармасының көмегімен қанша іздестірсе де Милан табылмады. Дегенмен тынымсыз іздестіру, сұрастыру нәтижесінде Миланның Запорожье қаласында тұратыны анықталды. Бірақ оның нағыз есімі Милан емес, Миланча екен. Цыгандар Милан деп атап кеткен. Запорожье қаласынан Миланчаны тауып алу онша қиынға соққан жоқ. Алғашында ол ештеңені мойындамады. Талай оқиғаны бастан кешірген тәжірибелі майор өзінің жорамалы мен естіп білгенін бұлтартпайтындай етіп айтқанда, ол сасқалақтап қалды. Сонымен қатар екеуміз ерлеше сөйлесейік. Мен айтқан сөзімде тұрамын. Ісіңді сотқа бергізбеймін. Қылмыстық іс қозғалтпаймын. Тек қызды тауып бер. Осылайша тыныш қана есеп айырылсайық, дегенде Миланча жөнге келді. Бірақ Неля оның бірінші әйелі Мария Череповскаяның қолында екен. Екеуі ажырасқанда Мария оны өзімен бірге Днепропетровск қаласына ала кетіпті. Миланча дереу Марияға жеделхат жіберді. Арада бір күн өткенде Миланча екеуі келіскен уақытында оның үйіне барды. Есік ашса, үйде 10 шақты цыган жігіті отыр. Бұлар төтенше жағдай ұйымдастырайын деп отырма деп те қауіптенді. Жиналып отырғандардың бұл оқиғадан хабарлар екені белгілі. Бұлардың арасында Мария да бар. Сөйтсе, Анатолий Захаровичті тағы бір үлкен сын күтіп тұрыпты. Олар жастары қатарлас 6 қызды бір сапқа қойып, осы 6-ауының ішінен тура танып тапсаң, қыз қолыңда деген шарт қойды. 6 қыздың көздері мөлдіреп қарап тұр. Бәрі бір-біріне ұқсайтындай, өмірі сүйретін де көрмеген мына жағдай шынымен де шешуі қиын жұмбақ сияқты. Ортадағы арықша келген, шашын тақырлап алдырып тастаған қыз Неляның әпкесі Маяға ұқсастығы бар көрінеді. Ернінің үстіндегі мені көзге оттай басылды. Тура соны көрсетті. Обалы не керек? Цыгандар уәдесінде тұрды. Ал Неляға әбден үйреніп қалған цыган әйелі Мария қызымен жылап қоштасты. Неля да мамалап зорға ажырасты. Неля өз атын ұмытып қалыпты. Мария оған Розетта деген цыган қызының есімін қойыпты. Қоштасарда Анатолий Захаровичке, егер шешесі баладан бас тартатын болса, маған дереу хабар беріңіз. Өзім барып қайтадан алып кетемін, деген өтініш айтты. Сондықтан да Анатолий Захарович бұл мәселе жөнінде өзінің жігіттік уәдесінде тұрып, қылмысты іс қозғаудың керегі жоқ деп ойлады. Анасы келгенше Неля
Анатолий Захаровичтің үйінде тұрды. Сығандар тобырының арасында 2 жылдағы тіршілік жас қызды тым ширатып жіберіпті. Өте пысық көрінеді. Оған жаңадан киім сатып алып береді. Арада 5 күн өткенде Жезқазған облысынан Любовь Петровна да келіп жетті. Қолында құндақтаулы баласы бар. Нелі хабарсыз кеткен 2 жылдай уақыт ішінде сәбилі болыпты. Жоғалған қызынан үміт үзген байқұс ана жаңа туған қызының есімін Нелі деп қойыпты. Сондағы ана мен баланың табысқандағы қуаныштарын сөзбен айтып жеткізу қиын. Бір үйде Нелі есімді 2 қыз, 2 жылдан кейін табысқан тағдыр, қуаныш, бақыт. Дәл осы сәтте Анатолий Захарович қызмет бабымен өзіне тапсырылған жұмысты сәтті аяқтағаны үшін емес, ана мен бала арасындағы осыншама керемет қуаныш сыйлағаны үшін қуанды. Осы оқиға жөнінде материал газетке 1987 жылдың қыркүйегінде жарияланған еді. Енді арада 7 жыл өткен мезгілде менің Анатолий Захаровичпен тағы бір кездесуімнің реті келді. Қым-қуыт замандағы жұмысының ауырлығынан шығар сірә, шашын түгелдей ақ қырау басыпты. Әңгіме барысында Неляны есіне салдым. Шынымды айтсам, көп болды, хабарым жоқ, деді Анатолий Захарович. Алайда шешесі менімен қоштасарда, мына қызым аман есен ер жетіп, тұрмыс құрса, тойына және құдалығына сізді міндетті түрде аса құрметті қонақ және өкіл әкесі деп арнайы шақырамын деген болыпты. Енді Құдай сол күнге жеткізсін дейміз де, деді күлімдеп.